Сәлеметсіздер ме балалар, каналыма қош келдіңіздер. Видеомен таныспас бұрын комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мінез құлықтың рефлекстік сипаты, яғни шартсы және шартсыз рефлекстер туралы ақпарат аламыз. Ерте ғасырларда ғалымдар адамның миы мен жануарлардың мінез құлқын басқару мүшесі болып табылатын туралы әртүрлі пікірлер айтқан. Бірақ бұлардың барлығын басқаратын ми, яғни мидың жұмысының басты қағидаларын білуіміз қажет. Сеченов адам организмінің саналы және санасыз әрекеттерінің барлық актілері бұл рефлекс деп айтып кеткен болатын. Едәуір қарапайым рефлекстер бар, олар туа пайда болған немесе шартсыз рефлекске жатады. Жаңа туған сәбиде ең қарапайым шартсыз рефлекстер байқалады. Бұл кезде едәуір маңызды ол емшек ему рефлексі, яғни бұл шартсыз рефлекс, яғни ол тағамдық рефлекс және де шартсыз. Осы уақытта қорғаншы рефлекстері жақсы байқалады балада, яғни көзін жыпылықтату, жарыққа көз қарашығын тарылту. Мына жердегі мен суретті сол үшін қойып қойдым, яғни екеуіне де мысал ретінде алуымызға болады. Бұның барлығы шартсыз рефлекстің мысалдары болады. Одан басқа біз түшкірудағы адамдар түшкіреді ғой, білесіздер, ол да шартсыз рефлекс, яғни санадан тыс болатын жағдайлар. Одан кейін мысалы бұл не деген рефлекс бар, иә? Бұл не деген мысалы балалар аяқ астына немесе жаңадан тітіркендіргіштер әсер еткен кезде пайда болады. Сол кезде жаңағы басын жарық неткен шыққан жаққа қарай бірдеңе тарс етіп дауыс шыққан кезде бұрамыз ғой біз басымызды. Яғни бұл не деген рефлекстің мысалы ретінде біз қарастыра аламыз. Одан кейін екіншісі шартты рефлекстер. Шынайы өмір әртүрлі өзгерістерден тұрады, иә? Олардың қайталануы немесе жаңадан ол пайда болуы мүмкін. Тек шартсыз рефлекстердің көмегімен сыртқы әлемнің өзгерістеріне бейімделу мүмкін емес. Ал бұл дегеніміз шартсыз рефлекстер арқылы көрініс беретін ата-бабаларымыздың тәжірибесі жеткіліксіз болып шығады. Бұдан басқа өзіндік жеке тәжірибе қажет. Бұндай рефлекстерді біз шартты рефлекстер деп атаймыз. Осы шартты рефлекстерді зерттеген, ең бірінші болып зерттеген Павлов болып табылады. Шартты рефлекстерге адам өзінің өмір сүру барысында ие болады. Бұл қалай? Яғни шартты рефлекс түзілген кезде талдағыштар мен шартсыз рефлекстердің орталық арасында уақытша байланыс орнайды. Енді бір сөзбен айтайық, оған мынадай мысалдар келтіруге болады. Адам, мысалы, анасы деген сәбиі туылғаннан кейін біраз уақыттан соң оны бөтелкемен тамақтандыра бастайды. Сәбидің, яғни жаңағы бутылкаға шартты рефлексі тез қалыптасып кетеді. Бастапқыда ол бөтелке ешқандай реакция тудырмайды балаға, бірақ сәби осы бутылка арқылы қоспаның тәтті дәмін білгеннен кейін келесі жолы оны емген кезде бірден-ақ жаңағы оның ішінде не бар екенін емес, оның жаңағы сыртқы келбетін жаттап қалады да, көрген кезде қуанатын болады. Яғни ол ішетін нәрсе, иә, мысалы бір сөз айтқанда. Одан кейін бұл рефлекс жоқ болып кетеді. Неге? Өйткені ол үнемі бутылкамен іше бермейді ғой. Одан кейін ол жаңағыдай ол бала столдың басына отырады, жаңағы қасықпен жейді, кесемен ішеді деген сияқты тамақты. Түрлі, яғни рефлекстерге, жаңа рефлекстерге ие болу, ол осы шартты рефлекстердің мысалы болып табылады. Сол сияқты тағы да алайық бір мысалды, жаңағы тіс ысу, иә? Тіс щеткасымен тіс ысқанда анасы баласына бас кезінде көрсетеді. Одан кейін барып бала оны шартты түрде өзі не істейді? Қайталап істейді. Яғни түрлі тәжірибелерден пайда болатын рефлекстер болып табылады бұлардың барлығы. Үнемі осы жаңағы шартсыз рефлекс пен шартты рефлекстердің біз мысалдарын бір-бірінен ажырата алуымыз қажет. Сіздерге тестті да бірден айтайын, осы тақырып бойынша жаңағы Сеченов пен Павлов қайсысын зерттеді деген сұрақ жиі кездеседі, иә? Сосын барып жаңағы шартты және шартсыз рефлекстердің мысалдарын айтыңыздар дегенде, осы мен айтып кеткен мысалдарды естеріңізге түсіріп, дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Сіздерге көбінесе осы сұрақтар келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Және де келесі тақырып біздің өтетін ішкі мүшелер жұмысының реттелуі, симпатикалық және парасимпатикалық бөлім туралы сіздерге ақпарат беремін. Менімен болғандарыңызға рахмет.